Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейқұлмет. Егер Зейқұлмет арнасына бірінші рет кіріп отырсаңыздар, лайк, подписка, колокольчикті басып отырыңыздар және видеоның астына түсіп комментарийға өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Мен барлықтарыңызға от души жауап беретін боламын. Егер менің телеграм каналыма тіркелген болсаңыздар, мен 2 аптаға санаторияға демалып қайтқан болатынмын. Сол демалыстан келе салысымен сіздерге Колнис жайлы видео түсіріп жатырмын. Себебі санатория жатқан кезде мен Колниске қатысып, Колнис ұтқан болатынмын. Бұдан кейін пополнение жасаған болатынмын. Короче, мен Колнистен өзім бірінші рет қатысып тұрғандықтан ақырын опыт жинап жатырмын. И сол опыттармен сіздермен тағы бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің видеоның тақырыбы Колнис платформасына ақшаны қалай тиімді толтыруға болады. Сол ақпаратта сіздермен қазір пошагово бөлісетін боламын. Видеоны жалғастырып қарайық. Сонымен достар, экранға назар аударсаңыздар, мен Колнис платформасына пополнение жасауды примерно презентация ретінде сіздерге көрсетіп жасап қойдым. Сол осы бойынша біз қазір пошагово жүретін боламыз. Сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Егер сіздер Колнис жайлы білмеген болсаңыздар, немесе Колниске қалай қатысам деп жүрсеңіздер, онда мына жерде пошагово инструкция жазылып тұр. Ең бірінші сіздер Колнис платформасына регистрация жасап және верификация өту керексіздер. Одан кейін токен сейлға сіздер заявка бересіздер. Токен сейлға заявка бергеннен кейін өзінің уақытын күтесіздер. Барлық ақпарат сайтта жазылып тұрады, қай уақытта басталатыны. Сол уақыт бойынша кіресіздер және 1 сағат қалған кезде сіздерге SMS келеді пошталарыңызға. Сол SMS бойынша өтесіздер ссылкамен, потом барып очередті күтесіздер. Смотря қай очередке іліктіңіздер. Бірақ статистика бойынша егер сіздер 20 мың немесе 25 мың адам ішіне іліксеңіздер, онда сіздерге тізімге ілігу және токен сейлге қатысу возможность болады. Себебі примерно 400 мың адам қатысады. Мысалы алдыңғы Centrifuge токен сейлына 400 мыңдай адам қатысты. Солардың 22 мың адамы ғана списокқа ілікті, то есть басына түсті. И солар уже тізімге түскеннен кейін уже токендерді сатып алуға мүмкіндік пайда болды. Олардың арасында мен де бармын. То есть мен осы Centrifuge токен сейлді ұтқан болатынмын и пополнение жасаған болатынмын. Сол себепті менде біраз опыт ақырындап пайда болып жатыр. Енді қараңыздар, сіздер тізімге іліктіңіздер. Ең басты проблема бізде ақша толтыру. Бірақ бұл проблема емес, бұл скорее всего бір лайфхак десек те болады. Себебі ақша толтыру өте қарапайым, осында бір қиындығы жоқ. Сіздерге просто былай да көрсете саламын. Міне біз Колнис платформасында отырмыз. Осы жерде бізде wallet деген кнопка бар. Егер сіздер просто ақша толтырамын десеңіздер, міне walletке басасыздар. Мына жерде қалаған неңізді таңдайсыздар, валютаңызды. И осы валютаның ішіне кіріп, мысалы мен USDT басамын. Міне USDT басқаннан кейін аяқта депозит деген бар. Депозитке басамыз. Мына жерде бізге түсіндіріліп тұр, типа USDT-ны біз ERC20 арқылы аудару керекпіз. Я понимаю деп басамыз, I understand. Одан кейін мына жерде бізде қазір міне USDT-ның адресі шықты. Осы адресті біз скопировать етіп, уже Binance биржасына немесе Huobi биржасына жіберетін боламыз. Осы арқылы біз без проблем Колнис платформасының балансын толтырсақ болады. Бірақ бұл жерде достар, барлығы оңай болғанмен де бір нюанстары бар. Себебі Binance биржасынан USDT-ға ақша толтырсақ, $27 комиссия алынады. Және бұл өте көп. Біз бұл видеода сіздерге осы пополнение жасауды қалай тиімді толтыру керектігін пошагово айтатын боламыз. Себебі біз $30 орнына $10 немесе $3 комиссия төлейтін боламыз. 2 есе немесе 10 есе біз комиссия аз төлейтін боламыз. Сол себепті бұл видеоны мұқият қараңыздар. Енді қараңыздар, ақша толтыруға менен совет сіздерге. Себебі бұны басына өткізім, сіздерге совет айта аламын. Токен сейл ұтқан кезде сіздерде выбор болады. Қандай валютамен таңдайсыз және қандай суммаға сіздер қатысасыздар. Мен USDT таңдаған болатым, бірақ қателестім. Себебі болашақта бұл проблема болды маған. Сіздерге кеңес беремін, егер ұтқан болсаңыздар, лучше USDC таңдаңыздар. Сол арқылы проблема мүлдем аз болады және пополнение өте тиімді болады. Егер сіздер заявка берген кезде $100 мысалы заявка берсеңіздер, пополнение жасаған кезде $100 төмен болмау керек. Даже 99 цент сіздерде суммаңыз болмау керек. Сіздің балансыңызға ровно 100 немесе 100-ден кішкене көбірек болса тіпті жақсы болады. Енді қараңыздар, сәл астыға түссек, бізге керекті ақпарат қандай биржа біз қолданамыз. Біз бұл жерде 2 биржа қолданамыз. Ең бірінші сіздер әрине Колнис платформасында болу керексіздер. Бағанағы токен сейлге қатысу үшін да регистрация, верификация өтіп. Одан кейін біз Binance биржасын қолданамыз и Huobi биржасын қолданамыз. Осы 2 биржа арқылы біз бір-бірімен обмен жасап, Колнис платформасына тиімді толтыратын боламыз. Сонымен достар, біз қазір Колнис платформасына USDT қалай толтырамыз, қалай тиімді толтырамыз, сіздерге пошагово осылай инструкциямен жазып өткен болатынмын. Егер сіздер Колнис платформасына прямо Binance биржасынан USDT аударсаңыздар, онда сіздер $27-30 комиссия төлейсіздер. А егер осы схема бойынша аударсаңыздар, онда $3 комиссия төлейсіздер. То есть 10 есе сіздер ақшаларыңызды эконом жасайсыздар. Сол себепті бұны қазір мұқият тыңдаңыздар. Ең бірінші біз Binance биржасына USDT толтыру керекпіз. USDT қалай толтырамын десеңіздер, менің YouTube-та видеом бар. Соңғы видеом Binance P2P деген карта арқылы сіздер өздеріңізді Binance-тарыңызды толтыратын боласыздар. Оны толтырғаннан кейін сіздер Binance биржасы арқылы USDT-ны біз вывод жасаймыз. Вывод жасаған кезде Huobi биржасын лақтырамыз. Huobi биржасында USDT аламыз, то есть USDT TRC20 арқылы лақтырамыз. То есть Binance биржасы арқылы TRC20 арқылы вывод жасаймыз және Huobi биржасында USDT TRC20 адресін аламыз. Сонымен достар, сіздер Huobi биржасы
биржасынан USDT адрес қалай аламыз? USDT адрес алу үшін сіздер хобби биржасына регистрация, верификация өту керексіздер. Осы жерде сіздерде выбрать монету бар. Выбрать монету сіздер USDT таңдайсыздар. И потом барып сіздер пополнение яқта 30 жима деген бар. Міне 30 жиманы басамыз, сіздерге осы адрес шығады. Осы адресті скопировать етіп, просто Binance биржасына лақтырамыз. Binance биржасынан 30 жима арқылы вывод жасаймыз. Сол кезде бізде комиссия $1 алады. Одан кейін хобби биржасында бізге USDT түседі. Сосын барып сол USDT-ны біз USDC-ға аударамыз. Обмен жасаймыз да, торговля арқылы. Оны сіздер прямо осы USDC жазасыздар поискқа, и осы USDC шығады. Осы екі пара арқылы сіздер бір-бірімен обмен жасайсыздар. USDT-ны USDC-ға аударасыздар. Потом все, хобби биржасы арқылы USDC вывод жасап, RCGM арқылы вывод жасаймыз, комиссия $2 алады бізге, и Coinlistке аударамыз. Coinlist платформасына USDC адресін алу өте қарапайым, бағана көрсеттім. Walletке басасыздар, осы жерге кіресіздер, осы жерден сіздер USDC таңдайсыздар. Міне USDC сәл жоғары шықсақ депозит деген бар, депозитке басып USDC адресін алып хоббиге лақтырамыз. Сосын барып осы платформаға бізге ақша түседі. Ақша примерно бір 5 минут уақытта түседі, сол себепті кішкене күтсеңіздер болды. Кейде может быть загрузка болып қалуы мүмкін, бір 15 минут, жарты сағатқа дейін уақыт созылуы мүмкін. Оны сіздер сабырлықпен күтетін боласыздар. Coinlist платформасына USDC толтыруды көрсеттім. Бар жоғы $3 комиссиямен сіздер осылай толтырсаңыздар болады. Ал енді достар, мен сіздерге қазір Coinlist платформасына USDT қалай толтыру керектігін көрсететін боламын. Бірақ сіздерге кеңес беремін. Болашақта токен селге қатысқан болсаңыздар, немесе отырып жатсаңыздар, USDC таңдаңыздар. USDT-ға лучше жоламаңыздар. Себебі проблемасы көп, комиссиясы көп. Маған мүлдем ұнамады. Лучше USDC арқылы выгодно екен. Бірақ сонда да айта кетейін, болашақта біліп жүресіздер деген ойдамын. USDT арқылы қалай толтырамыз? Тиынды толтырамыз ба? Тиынды қалай толтырамыз? Егер сіздер прямо Binance биржасынан USDT аударған болсаңыз, онда комиссия $27 ұстайды. Хобби биржасынан тоже самое, там $27-30 ұстайды хобби биржасынан. Сол себепті біз бұл жерде прямо аудармаймыз. Ең бірінші біз Binance биржасынан FIL токен сатып аламыз. Міне FIL деген токен сатып аламыз. Потом барып Binance биржасы арқылы вывод жасаймыз. Вывод примерно FIL токен арқылы 0.07 цент болып тұрады, өте төмен. И Coinlist'тің FIL токен аламыз, адресін. Потом барып осы адреске аударамыз да Coinlist'те. И в принципе болды, там Coinlist'ке бізге FIL түседі, и біз Coinlist ішінде обмен деген бар. Coinlist'in ішінде обмен бар, сіздерге қазір көрсетейін. Міне Coinlist платформасына кірсеңіздер, мына жақта оң жақ жоғарыда buy sell деген кнопка бар. Сол buy sell кнопканы басасыздар. Одан кейін бағана сіздерге FIL токен түскен болса, мына жақта sell деген бар, продать, то есть біз өзіміздің FIL токенін сату керекпіз. Мына списоктің ішінен біз FIL токенді таңдап аламыз. Міне FIL токенді потом барып, мына жақтан біз Tether таңдаймыз. Tether деген адрес, міне Tether адрес таңдаймыз да, и мына жақта біз максимум басып, максимумды басып, біз жақта сіздерге жасыл жанады, то жасыл емес, осы қызыл не жанады, preferred order деген. Осыны басамыз, и все, сіздерге Tether токен түседі. Примерно обмен $10, $8 шамасында тұрады. Сол себепті бұл особо невыгодно. Болашақта егер сіздер USDT арқылы қатыссаңыздар. В принципе, бол достар, особо қатты қиындығы жоқ деген ойдамын. Сосын барып сіздердің wallet кошелегіңізге ақша түседі. Және достар, сіздерге басты ескерту, FIL токен примерно 1 сағат уақытта түседі. 1 сағат сіздер FIL токенді Binance биржасына аударған кезде Coinlist платформасына 1 сағаттай уақыт жүреді, сол 1 сағат бойы сіздер күту керексіздер. Бұл арқылы сіздер $10 комиссия төлейтін боласыздар. Енді қараңыздар, USDC арқылы біз $3 комиссия төлейміз, ал USDT арқылы біз $10 комиссия төлейміз. Қайсы выгодно, оны өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар. Сол себепті сіздер болашақта токен селге қатысқан болсаңыздар, лучше USDC таңдаңыздар. Болашақта бүкіл токен селға через USDC арқылы қатыссаңыздар дұрыс болады. В принципе, достар, осылай. Егер сіздерде қосымша сұрақтарыңыз туындап жатса, менің видеоның астына қойсаңыздар болады, немесе менің Telegram каналымның чатына кіріп, сол жақта өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ат-душе, жауап беретін боламын. Сіздердің болғанмен зәйек қылмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызда тек қана табысты күндеріміз көп болсын.